Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге әдеттегідей Нұрғаным. Бүгін өте дәмді жұмсақ болып шығатын ашытқысыз шелпектер, яғни жұқанан дайындаймыз. Өте тез пісіп шығады. Видеоны аяғына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 600 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық содан салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне 250 мл жылы сүтімізді құйып, барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен тестамызды илеп шығамыз. Тестамызды осылай илеп алдық. Енді иі қанғанша кішкене қоя тұрамыз. Тестамыз иі қанып, өте әдемі болып шықты. Енді оны бөліктерге бөліп шығамыз. Менде 15 штук шықты. Өзіңіздің қалауыңызша ингредиенттерін азайтып жасасаңыз болады. Енді оқтауымыздың көмегімен шұқалап жайып шығамыз. Барлығы дайын болғаннан кейін осылай майда екі жағынан пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Бірінші жағы осылай пузырек болғанда көпіршіктеніп, екінші жағына ауыстырамыз. Содан кейін майын сорғытып аламыз. Ыдысымызға салфетканы салып, соның үстіне қоямыз. Міне біздің жұқа нандарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.